Bismillahirrahmanirrahim. Al-mudabbaju, mudabbaj va rivayatul aqroni, және aqronların riwayasi. Ta'riful aqron, aqronning ta'rifi, aqronning aniqtamasi. Lughatan al-aqronu, aqron deganimiz tillikda jam'u qarinin, qarinning ko'pcha turi. Qarin aqron deymiz. Bi ma'nal musahibi, musahib ma'nosimen bo'lgan qarin degan so'z bor. So'ning ko'pcha turi. Musahib degan birga bo'luvchi, yani do'st ma'nosida. Жалпы qarin aqron degan do'stlar degan so'z qo'y. Birga bo'luvchi ma'nosimen bo'lgan qarin bor edi, so'ning ko'pcha turi. Kama fil qamus, qamusda kelganindek. Istilahan terminlik ma'nosi ar-ruwatu al-mutaqaribuna, ar-ruwatu rawilar. Al-mutaqaribuna bir-birini yaqin bo'lgan. Fi sinni jasында, мысалы ikimiz jasimiz bir-birimizga yaqin. Жастарында жақын болған рауилар. Вал иснад, иснадында деген тізбекте деген табақада. Екеумізде бір кезеңдеміз. Мысалы екеуміз бір-бірімізден хадис алатын болсақ, онда ақрондардың риwayаты деп айтамыз да болған. Тарифу риwayatul aqroni, риwayatul aqron деген сөздің тарифы былай. Ан ярвия ахадул qarинайни, екі достың, дос болмауы да мүмкін, жалпы екі замандастың деп айтайық. Екі замандастың бірінің риwayat етуі Анил ахари келесінен. Мен сенен хадис алам, сен менен хадис аласың мысалға. Екеуміз замандаспыз. Осындай бір көрініске риwayatul aqron деп айтылады екен. Мысалы, риwayati Сулейман ат-Тайми, Сулейман Таймидің риwayat секілді. Ан Мисар ибн Кидам, Мисардан келген бір, Мисардан алған. Фахума қаринан, ол екеуі қаринан, замандастар. Екеуі замандас болып, мысалы, бір-бірінен алған. Немесе Сулейман Мисардан алған деген сияқты. Ләкин алайда ла нa'ламу, біз білмейміз. Ли Мисарин, Мисардан риwayatan ани Тайми. Мисар Таймиден алды ма, оны білмейміз. Бірақ Тайми Мисардан алғаны анық. Бір-бірінен деп айтамаймыз дейді. Тек қана Тайми Мисардан алды деп айта аламыз. Мисар мүмкін алған шығар, мүмкін алмаған шығар, біз оны білмейміз дейді. Біріншісі риwayatul aqron, ол жеңіл екен. Екіншісі тарифул мудаббажи, мудаббаждың тарифі. Мудаббаж деген не десе? Лұғатан исму маф'улин, бұл исм маф'ул уәзінде. Мина тадбижи, тадбиж деген сөзден алынған. Би мағна тазин, тазин мағнасымен болған. Тазин деп безендіру деген сияқты мағнада. Ва тадбиж, тадбиж дегеніміз мұштаққын, мұштақ болған, таралған, шыққан. Мин дибажатай ал-ваджхи, ваджх деген бет деген сөз. Ваджх деген жүз бет мағнасында. Дибажа дегеніміз екі шеті. Аймин ал-хаддайн, хаддайн екі жақ деген сөз ғой. Жүздің екі жағы деген сияқты сөзден шыққанда. Мұштақ бұл мұштақ неден десе? Мен дибажатай, екі беттен. Ал-ваджх, ваджх деген жүз. Жүздің екі бетінен деген сияқты сөзден шыққан екен. Сонда мағанасы ма? Ва кааннал мудаббаж, мудаббаж бұл жерде. Суммия бизалика, осы мудаббаж деген атпен аталды. Мудаббаж хадис мысалы. Мудаббаж деп аталынды. Неге десе? Литатасауа ар-рави, рави мен вал марвия анху, хадис алған кісі мен хадис берген кісі тең болғандығы үшін. Кама ятасауа ал-хаддан, екі жақ тең болғанындай. Мысалы адамның екі беті бірдей. Сол екі беті бірдей болғандықтан да осы сөзден шыққан дибаж бар еді. Сол дибаждан алынған демекші да. Рави мен марви бір-біріне тең деген сияқты. Истилахан мынандай мағынада. Ан ярвиял қаринан, екі замандастың риwayat етуі. Күллу бұл жерде қаринаннан бәділ болып тұр. Күллу вахидин минхума, екеуінің әрбірі анил ахари келесінен. Мысалы, мен сенен, сен менен. Егер мен сенен ғана алған болсам, бұған ақрондардың риwayat деп айтамыз. Ал екеуміз бір-бірімізге алмасқан болсақ, мудаббаж деп айтамыз да. Түсінікті. Әмсилатул мудаббаж, мудаббаждың мысалдары. Фис сахабати, сахабалардың арасында болған бұл нәрсе. Риwayatu Аиша, Аиша анамыздың жеткізуі ан Аби Хурайрадан. Ва риwayatu Аби Хурайра ан Аиша, мысалы екеуі бір-бірін алған екен. Фи табиин, табииндерде болған бұл нәрсе. Риwayatu Зухри, Зухридің жеткізуі ан Умар ибн Абдул Азизден. Ва риwayatu Умар ибн Абдул Азизден жеткізуі ан Зухриден мысалы. Екеуі бір-бірін алған екен. Фи атбаи табиин, табииндерден кейінгі заманда болған бұл риwayatu Маликин ан Аузаи, Маликтің Аузаиден. Ва риwayatu Аузаи ан Малик, Аузаиден Маликтен жеткізгені деген сияқты. Мин фаваидихи, бұл баптың пайдаларынан алла юзанна,
бір ойдың келіп қалмауы. Az-ziyadatu fil isnadi. Isnadda ziyada бар деген бір ойдың келіп қалмауы. Мысалы, бір хадисте Айша ан Аби Хурайра десең, екеуі бір заманда, онда бұл жерде біреу зияда екен ғой деген сияқты ой келіп қалуы мүмкін да. Сондай ойдың келіп қалмауы үшін біз мудаббажды оқимыз, сонымен түсінеміз дейді. Алла юзанна, және бір ойдың келіп қалмауы. Ибдалу ан би вауи. Анның ваумен ибдал етуі. Негізі бұл жерде вау келу керек еді. Ан Айша ва Абу Хурайра дейміз. Ва Аби Хурайра. Айшадан және Абу Хурайрадан деген сияқты бір келу керек еді. Бірақ қателесіп бұл жерде анды қойып қойған деген секілді бір ой келіп қалуы мүмкін да. Сондай ойды кетіру үшін де біз мудаббажды оқумен түсінеміз. Ашхару мусаннафати фихи ал-мудаббажу ли-Дарақутни. Дарақутнидің мудаббаж деген кітабы бар. Риваятул Ақран деген кітап бар. Аби аш-Шейхи ал-Асбаханидің. Ас-сабиқу вал-лахиқу. Келесі сабағымыз ас-сабиқ және лахиқ баптары. Тарифуху анықтамасы, лұғатан тілдік мағынасы былай. Ас-сабиқу исму фаили мин ас-сабиқи. Сабиқ дегеніміз сабық сөзінен шыққан исм фаил. Бимағнал мутақаддим. Мутақаддим мағынасымен болған. Мутақаддим деген әуелгі, алға шығушы мағынасында. Осы мағынамен болған сабық деген сөздің исм фаилі. Вал-лахиқ болса исм фаил. Ол да исм фаил. Минал лихақи. Лихақтан шыққан. Бимағнал мутаахир. Мутаахирен кейіннен кешігуші деген сияқты мағынада. Вал-мураду би-залик. Бірақ бұл жердегі мақсат, ас-сабиқтағы мақсат мысалы ар-рауи, рауи екен. Ал-мутақаддиму маутан. Өлімі мутақаддим болған. Бірінші қайтыс болған рауи. Қайтыс болу ертерек болған мағынасында. Ар-рауи ал-мутаахиру маутан. Ал-лахиқтағы мақсат қайтыс болуы кешеуілдеген, кейіннен қайтыс болған рауи екен. Истилахан терминдік мағынасы ан яштарика, серіктес болуы. Фир риваяти ани шейхин. Бір шейхтан риваятта. Бір шейхтан жалпы хадис алуда серіктес болуы. Иснани, екі адам серіктес болады. Табаада ма байна вафатайхима. Және сол екеуінің қайтыс болу уақыттарының арасы табаада ұзақ болған. Ол мысалы бұлай. Менің жасым 20-да деп айтайын. Менен 90 жасар шейх келіп хадис алған. Сосын 90 жастағы шейх қайтыс болып кетті. Мен кейін жасым 60-ға 70-ге келген кезде менен 20 жасар бала келіп хадис алды. Сосын сол 20 жасар бала 100-ге дейін өмір сүрді. Менен бірінші хадис алған мысалға шейх бар еді. Сол шейхтің қайтыс болуы менен осы 20 жасар баланың 100-ге келіп қайтыс болуының арасында қанша жыл бар? Мысалы 150 жыл болып қалуы мүмкін ғой. Сол нәрсеге айтылады да. Сабиқ пен лахиқ осы. Мисалуху мысалы Мухаммад бин Исхақ ас-Сарраж. Мухаммад бин Исхақ бар. Иштарака фи риваяти анху ан Мухаммад бин Исхақ. Мухаммад бин Исхақтан хадис алуда серіктес болды. Ал-Бухари вал-Хаффаф. Бухари және Хаффаф екеуі. Бухарида Хаффафта Мухаммад бин Исхақтан хадис алған. Ва байна вафатайхима. Вафатай Бухари вал-Хаффаф. Бухари мен Хаффафтың қайтыс болу жылдарының арасы миятун ва саб'ун ва саласуна санатан. 137 жыл арасында. Аксар немесе одан да көп. Өйткені Бухари жасы үлкен кезінде алған, Мухаммад бин Исхақтан келіп. Ал Хаффаф болса жас кезінде алған. Сосын Хаффаф көбірек өмір сүрген деп түсінеміз. Осылайша ол қайтыс болған кезімен Бухаридің қайтыс болған кезін санасақ, арасында 137 жыл шығады екен да. Ал-Имаму Малик. Екінші мысал имам Малик. Иштарака фи риваяти анху ан имам Малик. Имам Маликтен хадис алуда серіктес болды. Az-Zuhri Zuhri ва Ахмад бин Исмаил ас-Сахми. Және Сахми. Зухри мен Сахми келіп имам Маликтен хадис алды. Зухри хадис алған кезде үлкен жаста еді. Ас-Сахми хадис алған кезде жас еді. Ас-Сахми сосын кейіннен барып қайтыс болды. Осылайша екеуінің арасында ұзақ жылдар шығады дейміз. Ва байна вафатайхима. Зухри мен Сахмидің қайтыс болу жылдарының арасы миятун ва хамсун ва саласуна санатан. 135 жылда бұл екеуінің арасы. Неге қалай бұл десе? Рианна Зухри, өйткені Зухри туфия саната 124 жыл қайтыс болған Зухри.
Ва туфия сахми болса, саната 259 қайтыс болған. Қарасаң, арасында ұзақ жылдар бар. Бұл қалай шықты, бұл қалай суреттеледі десе жаңағыдай. Зухри жасы үлкен кезінде алған, сахми болса кейіннен жас кезінде алған және ұзақ өмір сүрген деген секілді нәрсемен ғана ортаға шығады. Ва таудиху залика, бұл нәрсені бір ашықтап көрсетпекші. Анна Зухри акбару синнан мин Малик, Маликтен жасы үлкен. Малик бұл деді шейх, хадис беруші кісі. Зухридің жасы үлкен кезінде келіп бұдан хадис алған. Лианнаху өйткені Зухри минат табииндерден. Ва Малик болса min atba'i tabi'inlerden keyingiler, tabi'inlerge gelgenlerden. Fa rivayatu Zuhri an Malik'in, Zuhri'nin Malik'ten olsa hadisi жеткізуі, hadisi alуы tuaddu esiptiledi. Min babi rivayatil akabiri anil asagiri, үлкендердің кішілерден риwayat етуі деп есептеледі. Кама марра кешеге сабақ өткенімізде. Кеше сабақта түсіндіргенбіз, акабирлер асагирлерден хадис алады кей кезде. Бұл мүмкін нәрсе деген секілді айтқан болатынбыз. Бұл Зухридің Маликтен хадис алып осы баптан екен. Ала хини анна сахми болса асғару синнан мин Малик, Маликтен жасы кіші бұл. Сахми бұл екінші кісі, хадис болу кейіннен орын алған кісі. Хаза бил идафати, хаза енді осы нәрсе бил идафати иля нәрсеге идафа ете отыра. Анна сахмия уммира тавилан, Сахми ұзақ өмір сүрді деген дей отыра. Сахми ұзақ өмір сүрді десек қана осындай сурет шығады. Избалаға умруху еткен Сахмидің жасы жеткен, нахва мияти санатин 100 жасқа дейін жеткен. 100-ге жуықтап барып қайтыс болған. Осы кезде жаңа суретті шығара аламыз. Лизалике мені сол үшінде 100-ге жуықтап қайтыс болғандығы үшінде кәна хадал фарқул кабир, осы үлкен фарқ деген нәрсе ортаға шықты. Байна вафати Сахми, Сахми менен вафати Зухридің қайтыс болуының арасында осында үлкен бір жылдар пайда болды. Ва би ta'бирин аудах, бір аудах болған ta'бирмен айтатын болсақ, бұдан да ашықтау болған ta'бирмен айтатын болсақ, фа инна рауия сабиқа, рауи сабиқ деген қайтыс болуы бірінші болған рауи, бұл жердегі Зухри. Якуну шейхун ли хадар маруи анху, ол маруи анхудың шейхі болады. Маруи анху бұл жерде Малик. والراوي اللاحق والراوي اللاحق تنكين قيس بالراوي بودر سهمي يكون تلميذا له وان تلميذ بقلات ويعيش هذا التلميذ طويلا سوسن بول تلميذ ذا ومسرد وصايشه بر арасында ұзақтық деген нәрсе пайда болды дейміз. Min fawaidihi وسابق لاحق фәнін үйренуден болған пайдалар тақриру орнықтыру халавати улуил иснади иснаттың улу болуының халауасын, тәттілігін орнықтыру фил қулуби жүректерде. Біз өткен сабақтарда иснатты али, иснатты назил деген секілді бөлгенбіз. Бұл қаншалықты али болса, соншалықты дәреже көтеріле береді деген секілді. Алла юзанна, бір ойдың келіп қалмауы. Инқитау санадил лахиқ, лахиқтың санады үзілген деген сияқты ойдың келіп қалмауы. Ашхару мусаннафати фихи, бұл саладағы танымал еңбектерден китабу сабиқ ва лахиқ ли хатиб ал-Бағдади, имам Бағдадидің сабиқ және лахиқ атты кітабы бар.